Аманжол Рысмендиев өрлеу кітабы 1 бөлім. Өмірден нені нақты қалайтыныңызды анықтаңыз. Мақсат қоя білу өнері. Өмірден қалағаныңызды алу үшін сіз ең алдымен нені нақты қалайтыныңызды анықтап алыңыз. Бен Стайн. Әрқайсымыздың жұдырықтай жүрегіміздің түбінде үлкен күш, тылсым шығармашылық қасиеттер бұғып жатыр. Ол күш пен шығармашылық қасиеттер кімге тиесілі дейсіз бе? Мойындасаңыз да, мойындамасаңыз да, ол тек қана сізге тиесілі. Сіздің жүрегіңізде мені қашан оятады деп тығылып жатқан жанартауы тиесілі. Өкінішке орай, ол күшті шығармашыл тұлғаны әке-шешеміздің, достарымыздың, ұстаздарымыздың, өзге де бізге сөз өтетін үлкен адамдардың айтқанын тыңдап, тірідей көміп тастадық десек те болады. Есіңізге түсіріңізші, бала кезіңізде кім болды армандадыңыз? Қағазға салған болашақ үйіңіз қандай еді? Ол қиялғажайып ертегі еді ғой дейді кейбір адамдар күрсіне. Бірақ сіз бала кезіңізде алам деген затыңызды жылап та сұрап та алатын едіңіз ғой? Ешқандай қорқынышсыз, ұялмастан қонақтарға ән айта, би билеп, достарыңызға арманыңызды айтып берген сәттер есіңізде қалды деп ойлаймын. Ол уақытта сіз не нақты қалайтыныңызды біліп, сол мақсатқа жететініңізге сенген едіңіз ғой. Сонымен не болды? Не өзгерді? Сіз өзгердіңіз. Қалай? Кім үшін? Не үшін? Неге? Өйткені сіздің өсе келе естіген сөздеріңіз: қарағым, қиялдамай жерге түс, бәрі сен ойлағандай емес. Сен тек өзіңізді ғана ойлайтын менменшілсің. Өзіңізді бұлай ұстауды қой да, менің айтқанымды істе. Жылаған не, сен енді бала емессің. Шамаңа қарасаңшы. Қиялға көп берілме. Олар бай, біз кедейміз. Маңдайымызға жазғанды көреміз. Бала кезімізден жоғарыдағы бұйрықты тыңдап өскен біз жүрегіміздегі арманды ұмытып, қайтсем адамдарға ұнаймын деген мақсаттың артынан қуып кеттік. Себебі біз түсіндік. Нені дейсіз ба? Айналадағыларға ұнау үшін не істеу керек екенін ұқтық. Сондықтан болар. Нәтижесінде көп нәрсені біз өзімізге ұнамаса да істейміз. Әкеміздің қалауы бойынша экономикалық колледжге түстік. Ақшасы көп мамандықты таңдадық, бірақ арманымыз басқа еді. Біз жүрегіміздегі үкілеген арманның соңынан жүрудің орнына айналамызға бейімделе отырып арманға жету үшін емес, аш қалмау үшін күресуді үйрендік. Неге? Себебі біздің бой түзе өскен ортамыз солай, яғни болашағына сенімсіздікпен қараған ортаға түскен. Мұны өмірден бейхабар. Біз де өз болашағымызға сенімсіздікпен қарап өстік және сенімсіздікпен өмір сүріп жүрміз. Енді арманымызды еске түсіріп әрекет ететін, өзгеретін кез келді. Осы уақытқа дейін арманыңызға жететініңізге өз бақытыңыз өз қолыңызда екеніне сенбеген шығарсыз. Сіз келсеңіз, мен сізге көмектесемін. Өзіңізге арманыңыздың орындалуына деген сеніміңізді арттырамыз. Ол үшін ең бірінші арманыңыз жайлы, өмірде нені қалайтыныңыз жайлы ойланыңыз. Өмірдегі басты арманыңыз қандай? Кім болғыңыз келеді? Қаншалықты уақытта қанша ақша тапқыңыз келеді? Қандай жобалар жасағыңыз келеді? Қандай жетістікке жеткіңіз келеді? Ең бірінші денсаулығыңыз бойынша, қарым-қатынас бойынша, жұмысыңыз жайында, рухани жағынан жазып шығыңыз. Адамдардың алдына қойған арман мақсатына қарай бағалау керек негізі. Сондық мамандықтың қай саласын таңдасаңыз да жетістікке, табысқа жету үшін бізге ең бірінші арман, айқын мақсат керек. Арман мен мақсатты бөліп қарағанымыз дұрыс болар. Арман ол арман. Яғни қиялыңыздағы жетістік немесе өмір сүру стилі. Армансыз адам қанатсыз құс демекші. Бүгінгі өмірде армансыз адам жоқ десе де болады. Бірақ көп адамның армандары мақсатқа айналмай арман күйінде қалып қойған. Бәрінің емес, әрине, көбісінің. Арман десе көпшілігіміз орындалмайтын, қол жетпейтін жетістік жайында сөз қозғап жатқандай боламыз. Сондықтан да жоғарыда еске түсірген армандарымызды тез арада мақсатқа айналдырғанымыз дұрыс болар. Мақсат белгілі бір уақыт ішінде орындалу тиіс іс, қол жеткізер жетістік. Арман мен мақсаттың айырмашылығы мынада. Арман аспанда болса, мақсат сол аспандағы заттың нақтылануы, яғни белгілі бір уақыт аралығында істелінуі. Мен шын мәнінде нені қалаймын деп өзіңізге іштей сұрақ қойып көріңізші. Қашан жаныңызға жағатын жауап алғаныңызша, осы сұрақты өзіңізге қайталап қоя беріңіз. Біраз уақыттан кейін ой санамызда бір жауаптар пайда болады. Байқайтын болсаңыз, ойыңыз бен сана сезіміңіз іске қосылады. Мардымды жауап алғыңыз келсе, мардымды сұрақ қойыңыз.
Менің бизнестегі әріптестерімнің бірі Марк Атласов біздің миымыз әлемдегі ең мықты биокомпьютер деп айтатын еді. Сондықтан біздің ой-санамыз қойылған сұрақтың барлығының жауабын табады десем, сіз таңғалмаңыз. Тек дұрыс сұрақ қоя білуіміз керек. Сонымен негізгі арман мақсатты айқындау үшін мына бір сұрақтарға жауап беріп көрейік. Жазыңыз. Шын мәнінде өмірде нені қалайсыз? Екінші, кім болғыңыз келеді? Тұрмыс жағдайыңыз, қоғамдағы беделіңіздің қандай болған армандайсыз? Жазыңыз. Адамның алдында тұрған арман айқын мақсат деңгейіне, көлеміне қарай өмірге деген құлшынысты арттырып, әрекетке итермелейді. Сонымен қатар ой-өрістің жақсы жұмыс жасауына әсер етеді. Бұл әлемде жалқау адамдар жоқ. Тек мақсаттары шабыттандырмайтын адамдар бар, деп Энтони Роббинс айтқан. Аман жол, неге олай ойлайсыз? Менің мақсатым бар, бірақ еңбектенуге келгенде кей сәттерде ерініп қаламын деуіңіз мүмкін. Менің жауабым мынадай. Сіздің мақсатыңыз әлсіз. Көп жағдайда менің осындай жауабыма адамдар сенімсіздікпен қарайды. Бірақ мен таусылмайтын күш-қуатым, аз уақыт ішіндегі үлкен жетістіктерім арман мақсаттарыма байланысты екенін дәлелдеп беремін. Күн сайын мен шаршауды сезінсем де әрекеттенемін, кеш жатамын. Өзімнің шамам келетін бар мүмкіндікті мақсатыма жету жолына 100% қолдануға тырысамын. Өйткені менің мақсаттарым жүрегімнің қағысын тездетіп, қан айналымын жылдамдатады, шабыттандырады, күш береді. Қысқасын айтқанда, мен өмірге мақсатыма ғашықпын. Айтыңызшы, ғашық адам не істемейді? Сүйгеніне жету жолына барлық әрекетке барады. Қасында болып құшақтағысы, аймалағысы келеді. Махаббат деген аурумен ауырған адамға сүйіктісіне жету үшін еш нәрсе кедергі бола алмайды. Ал менің махаббатым, менің сүйіктім, бұл менің алға қойған мақсаттарым. Сіз де өзіңізге керек үлкен күшті, шалқытатын шабытты оята аласыз. Тек арманыңызға, мақсатыңызға ессіз ғашық болыңыз. Қаншалықты мақсатыңызға деген махаббатың күшті болса, соншалықты кез келген қиындықты жеңетін энергияға ие боласыз. Яғни, ержеттік деген дүниені мүлдем ұмытасыз. Тренингте келген кейбір кісілерден шын мәнде менде ешқандай мақсат жоқ деген жауап естіп жатамын. Бұл адамның мақсатының өзіне қаншалықты әсер ететін бейхабар болуы. Адамның ой-санасы әрқашан түрлі қиындықтардан қашу үшін көптеген сылтауларға жүгінеді. Мақсатсыз адам болмайды. Көпшілік қауымның мақсаты кім услуганы уақытылы төлеу немесе отбасын тамақпен қамтамасыз ету. Нақтырақ айтсақ, өмірде өрлеу емес, аш қалмау маңызды болып табылады. Қалай ойлайсыз, осындай ұсақ-түйек мақсаттар сіздің жүрегіңіздегі шабытты, ой-санаңызды оята ала ма? Шамасы жоқ. Сіз бен бізге естен сақтайтын бір мәселе. Кез келген мақсат бізге белгілі бір деңгейде әсер етеді, шабыттандырып, әрекетке итермелейді немесе уақыт өткізу үшін теледидарға сүйрейді. Егер де біз өзімізде бұғып жатқан мүмкіндіктерімізді сыртқа шығарғымыз келсе, үлкен және маңызды мақсат табуымыз керек. Үлкен мақсат көкірегіміздің түбінде шексіз қабілетпен таусылмас энергияны игеруге көмектеседі. Есіңізде болсын, күнделікте күйбең тіршілік бізден толыққанды күш-қуатты қабілетті талап етпейді. Үлкен адам болу үшін ғаламда, үлкен бақыт табу үшін ғаламда, үлкен болып қалу үшін ғаламда, үлкен арман керек екен адамға. Мұхтар Шахан. Біз алғаш рет үлкен мақсат қойғанда сол мақсатқа жету қолымыздан келетініне сенбейміз. Мақсат қою алдында мақсатыңыздың маңыздылығына көп көңіл бөлуіңізді сұраймын. Жетемін деп талпынған мақсатыңыз сізді шабыттандыратындай, энергия беретіндей болуы тиісті. Өз басыма келер болсам, кейбір мақсаттар басында мүмкін емес сияқты болып көрінсе де, мүмкін екені жайындағы азғантай ойдың өзі қатты толқытады, шабыттандырады. Анда-санда қойған мақсаттарыма таңырқай қарап, бұл мақсат шынымен менікі ме дейтін кездерім болады. Үлкен мақсаттарымызға қарап шабыттану үшін ол мақсатқа жету біздің қолымыздан келе ме келмей ме деп бас қатырып керек емес. Ең бастысы алға қарай жүре беріңіз. Қазір айналаңызға қараңызшы, не көріп тұрсыз? Сіз отырған диван немесе мініп жүрген машина қайдан пайда болды? Аспаннан сарып түсті ме, әлде өзінен өз пайда болды ма? Әрине жоқ. Сіз көріп ұстап жүрген заттардың барлығы бір уақыттарда, бір адамдардың идеяларынан басталған. Осыдан 20 жыл бұрын сізге біреу келіп, болашақта ұялы телефон деген құрал болады. Бұл құралды қолыңызға алып керек адаммен сөйлесе аласыз десе, сенер ме едіңіз? Сіз сенсеңіз де, сенбесеңіз де өз арманыңызда, өз идеясына сене білгендердің арқасында біз бүгінгі өмірді компьютерсіз, интернетсіз, телефонсыз елестете алмайтын халге жеттік. Шындап
келгенде сіз де мен де бір адамдардың идеясының мақсатының күшімен өмірге келдік емес пе? Биіктігі таңғалдыратын зәулім үйлер, желден жүйрік ұшақтар, бәрі баяғыда белгілі бір өнертапқыштардың қиялынан, ойынан туындаған туынды екені айдан анық. Кез келген зат екі рет пайда болады. Бірінші адамның ойында, екінші өмірде. Томас Эдисон. Сондықтан өткен кеткен тәжірибеңізге, айналаңыздағы адамдарға қарап, мен не қиялдап жүрмін деп жүрмеңіз. Сіз қазір жаңа өмір бастаудасыз. Арманыңызға тік қарап, сол арманға сенуге, соған жету үшін күресуге міндеттісіз. Ең бастысы, ойыңызда бар, пайда болған арман мақсатқа көп кешікпей әрекеттенсеңіз, шындыққа айналатынын ұмытпағайсыз. Қойылған мақсат көрінбейтіндердің көрінетіндерге айналуындағы темірқазық. Кез келген өмірдегі үлкен келген мақсатты қағазға түсіріп отырыңыз. Өткен жылдардың бірінде ақш-тағы Гарвард университетінің ғалымдары төмендегідей, яғни адамзат үшін үлкен маңызға ие болатын тәжірибе жұмысын жүргізіпті. Бір курста оқитын 100 студентті сырттай психологиялық тұрғыдан бақылауға алады. Студенттердің 3% алға қойған мақсатын қойып, сол мақсаттарға қағазға түсіріп, жету үшін талаптанып жүретін болған. 10% болса, армандарын қағазға жазбастан тек ойында ұстап қалған. 87% арман мақсатты ескерместен, күнделікті күйбең тіршіліктен араспайтын анықталған екен. Бақылау тәжірибесінің қорытындысын ғалымдар 10 жылдан кейін барып жариялаған. Нәтижесінде мақсаттарын Құдайдың құтты күні қағазға түсіруден шаршамаған студенттер 10 жылдың ішінде 87%-ды есептемегенде мақсаттарын ойында ұстайтын әріптестеріне қарағанда 60-100%-ға табысты болып, өз салаларында жетістікке жетіп, биіктерді бағындырыпты. Жоғарыда тәжірибе қорытындысына сүйене келе, мен сізді шашырамай, арман мақсатыңызды қағазға түсіріп отыруға шақырамын. Ойдағы арман мақсаттың шабыт бар кезде тез арада қағазға түсуі, көрінбейтіннің көрінетінге айналуындағы үлкен маңызға ие қадамдардың бірі болып табылады. Сондықтан өмірдің қай саласын болсын, алға үлкен мақсат қойып, ойдағы мақсатты тез арада қағазға түсіріңіз. Дәл қазір бірінші қадамды бастаңыз. Кітаптың бас жағында айтып кеткенінде өмірдің 4 сферасын алайық. Әр сфераның өзіндік алмастыруға келмейтін орны бар екен ұғына алдыңыз деп сенемін. Сонымен, ең бірінші, рухани дамуға қатысы бар мақсаттар. Екінші, отбасымызға, қарым-қатынасқа қатысы бар мақсаттар. Үшінші, денсаулығымызға қатысы бар мақсаттар. Төртінші, қаржы саласына, бизнесімізге, жұмысымызға қатысты мақсаттар. Әр сфераға ерінбей уақыт бөліп, ойлана келе мақсатыңызды қағаз бетіне түсіріңіз. Тезірек жазыңыз. Қаламды тоқтатып жазғаныңызға көңіл аудармай қойыңыз. Өзіңізге іштей, мен не нәрсеге талпынатын едім? Егер де мен үшін сәтсіздік деген атауымен жоқ болса деген сұрақты қоя отырып, ойыңызға қандай арман, мақсат түседі, бәрін қағазға жаза беріңіз. Бала кезімізде еске түсіріп, арманыңызды жазып, қағазда жатқан қағазды шексіз не жазсаң, соның бәрін орындала беретін алтын балық деп естісеңіз де болады. Көрпеңе қарай көсіліп керек емес. Көрпеңіз ұнамай ма, ұйықтамасаңыз да еңбек етіп, ұзын көрпе сатып алып, нормально ұйықтаңыз. Ең бірінші, рухани дамуға арналған мақсаттар. Бірінші қадам. Бұл сала бойынша мақсаттарыңызды кітаптағы арнайы орын жетпесе, жеке дәптерге жазыңыз. Өзіңіздің жеке тұлғаңызда нені дамытқыңыз келеді? Барлығын жазыңыз. Ой-өрісіңіздің дамуына қатысты мақсатыңыз қандай? Қосымша бір тіл үйренгіңіз келе ме? Мүмкін сіз рухани әлеміңізді рахатқа бөлетін қасиетті жерлерге барғыңыз келіп жүрген шығар. Ал сіз мықты шешен, оратор болсаңыз, қаншалықты жетістікке жете алар едіңіз? Алдағы 5 минуттың ішінде рухани әлеміңізді рахатқа бөле алатын жағдай, қандай мақсат ойыңызға келеді, бәрін жазыңыз. Ақымақ немесе кішкентай бала сияқты не істеп отырмын деп қорықпаңыз. Төменде сіздің мақсат қоюыңызға көмектесе алатын сұрақтар тізімі көрсетілген. Қарап болған соң міндетті түрде мақсаттарыңызды жазу жұмысына кірісіңіз. Ең бірінші ол мынандай. Сіз не нәрсені үйренгіңіз келеді? Мінезіңізді, қай қырларын өзгертуді қалайсыз? Кім болғыңыз келеді? Сахнаға шығуда қорқынышыңыздан арылғыңыз келе ме? Іскерлік тұрғыдан қандай өнерді, қабілетті меңгергіңіз келеді? Сату өнері ше, келісімшарт жасай білу, командамен жұмыс жасау, домбырада ойнау, би билеу, өз салаңыз бойынша алдыңғы қатарлы маман болу, сіз үшін қандай қабілеттерді өз бойыңыздан дамыту керексіз? Мүмкін көптен бері өлең шығаруды немесе кітап жазуды үйренгіңіз келіп жүрген шығар. Ал миллионер болу құпиясы сізді қызықтыра ма?
Рухани дамуға арналған мақсаттардың тізімін жазыңыз. Екінші қадам. Сізде рухани дамуға арналған мақсаттардың тізімі бар. Келесі көңіл бөлетін мәселе, қай мақсатқа қашан жеткіңіз келеді? Бұл жерде қалай жетемін деген сұраққа көп ойланбай, көп ой тұңғиығына сүңгудің керек жоқ. Жай ғана әр мақсатқа өзінше бір нақты уақыт белгілеңіз. Есіңізде болса, мақсат дегеніміз аспандағы арманның белгілі бір уақыт ішінде орындалуы. Мақсатыңыздың маңыздылығына қарай осы уақытта жетем деп шешім қабылдап, әр мақсаттың қасына қай уақытта жеткіңіз келеді, сол уақытты жазыңыз. Үшінші қадам. Енді жазған мақсаттарыңыздың ішінен маңызды деген біреуін таңдап алыңыз да, мына бір сұрақтарға жауап беріп көріңізші. Не үшін осы мақсатқа жету өте маңызды деп ойлайсыз? Мақсатыңызға жетсеңіз, өміріңіз қаншақты өзгереді, ал жете алмай қалсаңыз не жоғалтасыз? Не үшін және кім үшін бұл мақсатқа жету керексіз? Дәл қазір 1-2 минут уақыт бөліп осы сұрақтарға жауап беріп көріңізші. Жалпы менің мақсат қою жөнінен көп жылдан бері түсінгенім, қаншалықты менде не үшін, кім үшін деген сұрақ көп болса, мен соншалықты сол мақсатқа жету талпынамын. Екінші мәселе, мақсатыма жетсем, өміріме қандай жағымды өзгеріс болады? Әрине, мен өміріме қуаныш пен бақытты көбейтетін мақсатты армандаймын. Мақсатқа жету үшін жігер мен шабыт керек. Ал орындалған мақсаттың беретін жан рахатын ойлаған сайын шабыттанып, тез арада жету жолдарын қарастырасыз. Қарым-қатынасқа, отбасыңызға қатысты мақсаттар. Қарым-қатынас отбасыңыз бойынша не нәрсені жақсартқыңыз келеді, барлығын жазыңыз. Кіммен дос болғыңыз келеді, жарыңызды қалай қуантқыңыз келеді, кіммен қарым-қатынасыңызды жақсартқыңыз келеді, балаңызбен, әйеліңізбен, күйеуіңізбен, досыңызбен, мүмкін әжеңізбен немесе атаңызбен. Айналадағы әріптестерімді түсіну үшін не істеу керекпін? Ренжуді қою ма? Айғайлаудан бойды алшақ ұстау, керугеден бұрын түсіну, үнемі жақсы көңіл күйде жүру ме? Олар мені не үшін жақсы көреді? Қалайша жақсы тыңдаушы, жақсы әңгіме айтушы болуға болады? Психологияны оқу, сабыр сақтау. Қарым-қатынасқа қатысты мақсаттар тізімін жазып шығыңыз. Екінші қадам. Мақсатыңыз айқындалып болса, әрқайсысына қай уақытта жеткіңіз келеді? Уақытты белгілеңіз. 1 апта, 1 ай, 1 жыл немесе одан да көп. Үшінші қадам. Ішінен маңызды деген біреуін таңдап алыңыз. Не үшін? Кім үшін осы мақсатқа жетуіңіз керек? Осы мақсатқа жетсеңіз, қаншалықты деңгейде тасыңыз өрге домалайды? Қаншалықты деңгейге жан рахатын сезінесіз? Денсаулығыңызға қатысты мақсаттар. Ұлы мақсаттар үлкен энергияны талап етеді. Ал сіздің денсаулығыңыздың күші, сапасы қаншалықты деңгейде? Өзгелерді жандыра алатын энергия, күш, қуат, жігер сізде бар ма? Әлде өзгелердің энергиясымен өмір сүріп жүрсіз бе? Өмірдегі қадам алысыңыз жүрегіңіздің қағысына байланысты екенін ұмытпағайсыз. Бірінші қадам. Денсаулығыңызды жақсартуға арналған мақсаттарыңызды қағазға түсіріңіз. Ұсақ-түйек деп бөлмей, ойға не келеді, соның бәрін жазыңыз. Денсаулығыңыздың қай жерін ремонттау керек? Бастағы нерв талшықтарын, бүйрек, жүрек, бұлшықеттер, тіс, үнемі энергия болу үшін не істеу керек? Спортпен айналысу, медитация, дәрумендер қабылдау, дұрыс тамақтану, фитнес-клубқа жазылу, уақытында демалу, денеңді армандағыдай ету үшін не істеуім қажет? Гимнастикаға жазылу, диета ұстау. Сол тізімді жазып шығыңыз. Осы сұрақтар бойынша мақсаттардың маңыздылығына қарай белгілі бір уақыт белгілеп, сол уақытқа дейін жетем деп өзіңізге тапсырма алыңыз. Табыс дегеніміз үлгере білу. Денсаулығыңызға не үшін, кім үшін жақсартпақсыз? Үнемі қуанып, энергиямен жүргеннің пайдасы қандай? Спорт күшіне күнделікті жаттығуға барғаннан не ұтасыз? Қаржы саласына, жұмысқа, бизнеске қатысты мақсаттар. Өмір ақшамен немесе жұмыспен өлшенбейді. Десе де қоғамға өз ісіңіздің шебері болмасаңыз керегіңіз шамалы. Денсаулық үшін де, қарым-қатынас үшін де, рухани даму үшін де ақша керек. Ал ақша табу үшін айтып кеткен үшеуі жоғары деңгейде болу парыз. Жұмысыңызға, бизнесіңізге тиесілі арман мақсаттардың бәрін қағазға түсіріңіз, е? Қаншалықты ақшалы азамат болғыңыз келеді? Бизнесіңізде қандай деңгейге жеткіңіз келеді? Ісіңізді қаншалықты кең ауқымда жүргізуді қалайсыз? Қанша ақша тапқыңыз келеді? Жылына $1000, $2000, $5000, $10,000.
$100.000 әлде санауға шамаңыз жетпейтіндей көп пе? Өзіңіз істеп жүрген компанияда мақсатыңыз қандай? Командаңыздың әлем бойынша дамығанын қалайсыз ба? Өз салаңызда алдыңғы қатарлы сарапшы маман болғыңыз келеді ме? Таза пайданың қалай келгенін қалайсыз? Қашан бизнесіңіз сізсіз жұмыс істейді? Жұмыс жасамай-ақ инвестициядан қандай кіріс көлемін алғыңыз келеді? Қанша жасыңызда қаржылық тәуелсіздікке жеткіңіз келеді? Зейнетақы қорына зейнет жасына дейін қанша ақша аударғаныңыз келеді? Өміріңізді қанша ақшаға сақтандырғыңыз келеді? Қаржы саласына, жұмысқа, бизнеске қатысты мақсаттар тізімі. Мақсат мұраттарыңызды жазып болсаңыз, әдеттегідей әрқайсысына уақыт белгілейсіз. 1 жылда жетуі мүмкін. Немесе әрқайсысын 1 жыл, 3 жыл деген тұжырымдаманы жазыңыз. Есе ұстаңыз. Мақсаттың уақытын ойланып жаздыңыз ба, немесе ойламай жаздыңыз ба, ол маңызды емес. Қаншалықты мақсатыңызды алдында жауапкершілік аласыз, қаншалықты мақсатыңыз ғашықсыз, сол маңызды. Жазған мақсаттарыңыздың ішінде өте маңызды деген біреуін таңдап алыңызда өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен бұл мақсатқа не үшін, кім үшін жету керекпін? Бұл мақсатқа жету мен үшін қаншалықты маңызды? Мақсатыма өзім белгіленген уақытта жетсем, өмірім қаншалықты өзгереді? Орындалған мақсатыңыздың беретін пайдасы мен маңыздылығы қандай деңгейде, сондай деңгейде шабыттанасыз? Сондықтан не үшін жету керекпін деген сұраққа бірер жауабыңыз көп болу керек. Бәрі ең бірінші қиялдаудан басталды. Наполеон Хилл. Өміріңізге мағына беретін өмірдің 4 облысынан мақсаттарыңызды белгілеп алғаныңызға шын жүректен қуаныштымын. Себебі бұл бөлімнің басында айтылғандай, сіз бен бізге ең керегі шабыттандыратын, әрекетке итермелейтін айқын мақсаттар. Сол жүрегіңізді толқытып бара жатқан арман мақсаттарыңызды өзіңіз белгілеген уақыт ішінде орындалған қатты қалайсыз ба? Қаласаңыз, кітапты ары қарай оқуды жалғастыра беріңіз. Алдағы бөлімдерден қойған мақсатқа жету үшін не істеу керек? Өзіміз жайында сөз қозғаймыз. Арманыңыздың орындалған ауадай қажет ету керексің. Күндердің бір күнде ой құшағында отырған ұстазына шәкірті маңызды бір сұрақпен келеді. Ұстаз, айтыңызшы, арман мақсатыма жету үшін не істеу керекпін? Ұстаз біраз ойланды, шәкіртінен өзен жағасына алып барады. Шәкіртінің басын мойнына дейін суға батырып тұрып, қайта жібереді. Судың астында нені қаладың дейді. Шәкірті сұралып жүрген шәкірті армандарының орындалғанын қаладым деп жауап береді. Ұстазы шәкіртінің басын қайта суға тығады, бірақ бұл жолы шәкіртінің басын ұзақ суда ұстайды. Дем жетпей тұншығуға аз-маз қалғанда ғана күшпен ұстап тұрған қолын жібереді. Судан басын жұлып алған шәкірттің ұстазы енді су астында нені қатты қаладың деп сұрайды. Ауаны деп жауап береді шәкірті. Ұстазы шәкіртіне қарап, су астында ауаны қатты қалағандай арманыңның орындауында қатты қалау керексің деген маңызды сұрақтың жауабын айтады. Мен де сізге қойған мақсаттарыңызға уақытында жетуді ауадай қажет етеді деп сенемін. Ал енді сізбен бірге алға қойған мақсаттарға жету үшін өзімізді күнделікті шабыттандырып, кезіккен қиындыққа мойымай жігерлендіріп отыруға көмектесетін тәсілдердің әртараптандырған түрлері көрсетілген кітаптың келесі бөліміне өтейік. Сонымен сау болыңыздар.